Қоғамда белең алған сыбайлас жемқорлықпен күресу бүгінде басты назарда. Осы ретте Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі Қызылорда облыстық департаментінің ұйымдастыруымен студенттер сарайында дөңгелек үстел өтті. Қаламыздағы дін өкілдері, дін мәселесімен айналысушы мамандар мен студент жастар қатысқан жиында жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастырудағы руханият пен адамгершілік тақырыбы қозғалды. Алдағы уақытта мешіттерде жең ұшынан жалғасқан жемқорлықтың адамның екі дүниесіне зияны тақырыбында уағыздар жүргізілмек. Еліміздегі 2,5 астам мешітте бір уақытта жұма намазының алдында уағыз, яғни жемқорлықтың қандай қасірет алып келетінін, яғни оның күнә екенін айту жөнінде уағыз өткізілді. Яғни бұл шараларды әлі де жүргізуіміз керек. Сонымен қатар тек қана ислам дін ұйымдарының емес, сонымен қатар еліміздегі православиялық шіркеудің және басқа да діни ұйымдардың әлеуетін пайдаланып, жалпы келген сол ұйымдарға келген, мешіттерге, немесе шіркеулерге келген азаматтарды да біз осы дінде жалпы осы заңсыз сыйлық алудың, параның күнә екенін айтып, түсіндіріп, жалпы оларға да жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды көздейді. Яғни бүгінгі күні біз осы дөңгелек үстелде біз осы дін өкілдерімен кездесіп, олардың қандай осы сыбайласпен жемқорлықпен күресте қандай өздерінің рөлі бар екенін, қандай көмек бере алатынын, қандай жұмыстар жасау қажеттігі жөнінде ақылдасып, пікірлесіп, осындай шешімге келетін боламыз.